Ал сәлем, әлем шұғыла мөлтек ауданынан 8 соттық жер телімімен 300 шаршы метрді құрайтын осындай заманауи үлгідегі үйімізді сатылымға шығарып тұрмыз. Мінекей 99% бітіп тұр. Алдында бастырма, мінекей толық қоршалған 8 соттық жер телімі. Утегенов көшесіне өте жақын. Автоматические ворота. Барлық жерде видеонаблюдение. Үйдің арқасында летняя кухня, барбекю зона, дайын бәрі. Ар жағында банясы бар, уличный санузел. Үй толық жиһаздармен жабдықталған, даласын тек отделкасы ғана қалып тұр. Мінекей мынау баняның іші. Бәрін көретін боламыз. Қазір үйдің ішінде көрсетеміз. Барша қазағыма осындай тамаша үйлер жұғысты болсын. Үй іздеп жүрген достарыңызға сілтемесін жіберіп, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сіздердің әрбір лебізіңіз бізге маңызды. Баршаңыз осындай үйлі болып, берекелі, мерекелі үй болсын. Ал үйдің ішіне кіретін болсақ, керемет ремонтымен, мінекей, бұл прихожая комната, прихожая, төбе биіктіктері где-то 3-2 метрді құрайды. Бірінші санторап, бірінші этажға арналған, мінекей, жап-жарық, мінекей, вытяжкасымен. Және үйдің ішіне кіретін болсақ, мынандай керемет ремонтымен холл бөлмесі. Бұл жерде барлық жиһаздармен жабдықталған, кондиционер, шторы, люстры бәрі орында тұр. Осы жиһазбен сатылады. Баршаңызға осындай керемет үйлер жұғысты болсын, бұйырсын. Лайк басып, комментарий қалдырып, және достарыңызға жіберіп отыруды ұмытпайық. Ат салысайық, үй іздеп жүрген жандар болса, бір-біріңізге осындай пайдалы болып отырайық. Мынау кухнямыз. Кухняда да байқасаңыздар, толық техниканың бәрі қымбат, бошевская техника, мінекей, барлық жиһаздардың бәрі орында тұр. Дайын кіріп тұра бересіз. Чемоданмен кіріп тұратын үй іздеген жандарға таптырмайтын мүмкіндік. Мынау екінші этаждың баспалдағы тоже өте жарасымды. Ал мынау төрде осындай керемет, стильный жаңағы дизайнымен тамаша картинкалары да жарасып тұр. Бұл зал бөлмесі, стол, стулья, люстры, шторы, кілем бәрі қалады. Және қазір бірінші этажда көпшіліктің сұранысы бойынша қазақша бөлме или жатын бөлме болса дейтін жандарға мінекей керемет кең бір бөлмеміз бар. Қазақша бөлме шаңырақ люстрасымен или жатын бөлме десеңіз де. Және енді екінші этаждағы жатын бөлмелерді бірге обзор жасайық. Мінекей баспалдақта өте удобный. Баспалдақпен екінші этажға шығып келеміз. Жарасымды люстра, бағасы келісімді. Қазір соңында айтатын болмамыз. Мінекей бұл жерде екінші этаждың холлы шағын ғана, зато бөлмелерінің бәрі өте кең. Қыздарға арналған жатын бөлме, өзінің жеке гардеробы бар. Оң жағымызда ұл балдарға арналған жатын бөлме. Осындай жарасымды өзінің карта мира, мынандай керемет ТВ зонасы. Өте үйлесімді, мінекей светтерін подсветкаларымен, мынау шкаф полностью балдарға арналған. Осындай тамаша, мінекей өзіне жарасымды. Және мынау обставленный детская комната. Бұл жерде де карта мира, уголок, балдарға арналған уголок сабақ дайындайтын. И тоже жеке өзінің гардеробы бар. Және бұл жерде енді қалған бізде мастер спальня. Тамаша мастер спальня. Полностью жиһаздармен жабдықталған, тоже шкаф встроенный, өте кең бөлме, өзінің жеке душевоймен. Осындай тамаша душевая. Полностью вытяжка, подсветка. Және мінекей толық жиһаздармен жабдықталған. Байқасаңыздар, бар бөлмеде өзінің
кондиционері орнатылған. Осындай тамаша үй баршаңызға жұғысты болсын. Бағасы келісімді, қолжетімді. Стартовая цена 140 миллионды сұрап тұр. Бәріңізге Аллахым осындай үйлерді нәсіп етсін.